болса, сол бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді еркін түрде қандай әсер алдыңыздар, не алдыңыздар бұл балабақша, сол жерде қысқаша айтып өтсеңіздер. Сөз береміз. Саламатсыздар. Құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? 31-ші бастауыш мектеп балабақшадан келіп тұрмын. Есімім Күнайым. Мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісімін. Қазір біздің бағдарлама бойынша барлық сабақ өтілді. Мектеп алды даярлық тобына кірдім. Бізде осы Түркістан қаласы бойынша Толағай балабақшасында қазір экспериментальді бағдарлама бойынша бір группа бар да, мектеп алды даярлық. Кеше Фейсбуктан көрдім. Ол да дәл сіздің сабағыңыз сияқты екен да. Бір бұрышта, пилоттық жоба, бір бұрышта бала кітап оқи ма, өзі біледі. Екінші бұрышта әдемі қазақша көпшіктер қойып, асық ойнап отыр. Үшіншісінде басқа біреу сурет салғысы келеді. Біреу мына бұрышта өлең айтқысы келсе өлең айтады. Мысалы, мен ойымды айтайын, ол жақсы жоба екен. Бірақ бізде мысалы 25 бала бар, 30 бала бар. Біздің балабақшаның көлемі оған сәйкес келе ма? Менің сұрағым, мен сізге айтатын, жақсы балдарыңыз өте керемет. Бірақ біз әлі оған дайын емес сияқтымыз да. Бізге әлі алда бір өсулер керек сияқты. Өйткені әр бұрышта бала әр нәрсемен айналысқан кезде, ол балалардың басқа бір нәрсе. Енді баланың ой ұшқыр ғой, мұнайға барады жүгіреді, мұнайға барады жүгіреді, сондай. Біз оны қашанға отыр деген сайын баланың көзін жауып, құлағын бітеп қоямыз да, біздің неміз сәйкес келе бермейтін сияқты да. Бірақ сіздерге керемет өтті сабағыңыз. Мен бірінші рет келіп тұрмын, семинар дегенде өзім жас мамамын. Бірақ 2 мектеп алды даярлық топ бітірткіздім уже. Құдай қаласа биыл тағы да келесі жылдан бастап майда кішкентай топтан бастап аламыз бізде. Сол кезде дәл сол жоба болатын болса жақсы екен. Бірақ бізге үлкендеу көлем керек сияқты да, осындай зал керек сияқты. Барлық группамызға, иә. Сіздер қалай ойлайсыздар? Үлкен зал керек сияқты меніңше. 25 баланы мына жаққа барлық жобаларымызды қойып қойсақ, мынандай әдемі тақталар қойып қойсақ, мысалы, әркім өзінің қалаған затын. Мысалы, біз мынандай ертегілерге қолғап киіп, неше түрлі кейіпкер боламыз ғой.